Баршаларыңызға сәлем. Сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Мектепте білім алған оқушылар әрдайым бағаланып отыратынын жақсы білеміз. Бұрынғы сандық бағалаулар ұмытылып, сабақты бағалаудың түрін қолданысқа енгізіп жатырмыз. Солардың бірі білім шкаласының медальдары. Біздің каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Ол үшін каналымызға тіркеліп, лайк басып, жай ғана комментарий жазып өтесіз. Бағалау шкаласы 1 мен 10 арасындағы балдық жүйемен жасалған. 9 мен 10 арасында 5, 7 мен 8 арасындағы бал 4, 4 пен 6 бал арасындағы баға 3 болып саналады. Бұл жерде өте жақсы жауап берген оқушылар жасыл медальді алса, орташа деңгейде жауап берген оқушылар көк түсті медальді алады. Ал одан төменірек жауап берген оқушылар қызыл түсті медальмен марапатталады. Бұл жерде қызыл түсті алған оқушылар көкті алуға тырысады, көкті алған оқушылар келесі жолы жасыл медальді алуға тырысады. Балаларда қолдануға кеңес беремін, өйткені менің оқушыларым осы көрнекілікті өте қатты жақсы көреді. Және зейіні тұрақсыз оқушылар осы медальдарды көргенде, осы медальдармен жұмыс жасайтын болсаңыз, сабаққа ынтасы ашылады. Сіздерге қолдануға кеңес беремін. Осы видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп өтіңіздер.